Сәлеметсіз бе? Сіз заңгерсіз бе? Жағдайым қиын болып тұр. Ата-анам бұл туралы ештеңе білмейді. Аяғым ауыр болып қалды. Жігітім тастап кетті. Баланы алдырайын десем, қорқамын. Не істеймін? Заң бойынша не істеуге болады? Жігітті заң бойынша мәжбүрлі түрде үйлендіруге бола ма? Ассалаумағалейкум, құрметті достарым. Сіздермен бүгін заңгер Шыныбаев Марғұлан. Бүгінгі тақырып жалпы жігітім тастап кетті, некесіз жүкті болсам не істеймін деген тақырыптың аясында әңгіме қозғайтын боламыз. Не үшін бұл тақырыпты алдық? Жалпы бұл тақырып өте өзекті және біздің компанияға жиі келетін сұрақтардың бірі. Сондықтан осы тақырыпты алып, осы тақырыпты кішкене болса да ашып айту керек болды. Ауруын жасырған адам өледі дейді. Сондықтан бұл бар нәрсе. Жігіттер екі қабат қылып қыздары тастап кетіп жатқан жағдайлар бар. Алданып қалып жатқан қарындастарымыз бар. Сондықтан осы мәселенің заңдық жағын, заң жүзінде қалай болатыны туралы сіздерге біраз айтып өтпекшімін. Сондықтан бұл сұрақ өте маңызды және бұл сұраққа жауабын таба алмай жүрген азаматтар үшін, азаматшалар үшін бір көмек болады деген үмітпен осы видео контентті шығарып отырмыз. Сұрақтың негізінде жағдай былай. Қыз жігітті жақсы көріп қалады. Сол мезетте енді жүріп жүрген уақытында екі қабат болады, жігіт тастап кетеді. Қыз екі қабат болып қалды. Не істейді? Бірінші сұрақ. Заң бойынша мәжбүрлеп үйлендіруге бола ма деген сұраққа жауап берейік. Ол үшін біз неке және отбасы туралы кодексті ашуымыз керек. Сол кодекстің ішінде 25-ші бап бар. 25-ші баптың бірінші тармақшасының екінші тармағына мән беруіміз керек. Ол жерде не деп аталған? Не деп жазылған? Некені жарамсыз деп тану амалдары. Қай уақытта неке жарамсыз болып табылады? Яғни осы неке және отбасы туралы кодексіне сәйкес мәжбүрлеп некеге тұрылса, сол неке жарамсыз болып табылады. Яғни мәжбүрлеу бұл былай айтқанда заңмен мүмкін емес нәрсе. Мәжбүрлеп некеге тұрғызу. Және осы кодекстің, неке және отбасы туралы кодекстің 9-шы бабының бірінші тармақшасына сүйене отырып статьясын оқитын болсақ, неке қию ерлі-зайыптылар болу үшін некеге отыратын еркек пен әйелдің ерікті әрі толық келісімі қажет дейді. Яғни некеге тұру үшін екі адамның толық келісімі болу керек. Егер екеуінің келісімі жоқ болса, ол некені тұру мүмкін емес. Және өздеріңізді білесіздер, насильно мил не будешь дейді ғой. Біреуді мәжбүрлеп өзің үйлендіру, ол былай айтқанда заң аясында мүмкін емес нәрсе. Бірақ сіздер енді бізде қазақта ұят деген нәрсе бар ғой. Әке-шешелеріңізді қосып, тума-туысқандарыңызды қосып үйлендіру мүмкін. Көп жағдайлар бар. Жас жұбайлар қателік жасап қойып, бірақ кейін әке-шешелері біліп қойып, үйлендіріп жатады. Бақытты болып кеткен отбасылар бар. Кейіннен ажырасып кеткен отбасылар бар. Сондықтан бұл индивидуально, яғни заң аясында әрине мәжбүрлеу мүмкін емес, бірақ мәдени тұрғысынан, жауапкершілік тұрғысынан, жігіттілік тұрғысынан
егер істедің бұл қолмен мойынмен көтеру керек мүмкіндігінше. Енді ары қарай тағы бір тақырыпты қозғайтын болсақ, қай жастан бастап некеге тұруға болады? Бұны білу үшін тағы да біз неке және отбасы туралы кодекстің 10-шы бабын оқуымыз керек. 10-шы бабында не жазылған? Егер мысалы негізгі неке жасы 18 жас, осы бап 10-шы бапқа сәйкес. Бірақ 18-ге толмай жатып қыз екі қабат болып қалатын болса, онда некені тіркейді. Және бала туған кезде, яғни бала туылса 16 жастан бастап некені тіркеу мүмкіндігі бар. Яғни 18 негізгі заң бойынша 18, бірақ егер жүкті болып қалса және бала туылса, онда еркек пен әйелдің арасындағы некені 16 жастан бастап тіркеуге болады. Бұл әрекет қабілеттілік пен құқық қабілеттілік деп аталады. Яғни 18 жастан бастап әр азаматтың құқықтық қабілеттілігі пайда болады. Яғни некеге тұра ма, басқасын істей ме өз еркінде. Ал әрекет қабілеттілік 16 жастан басталады. 16 мен 18-дің арасындағы болған істердің кейбір заттарын олар балалар әке-шешесінің келісімімен жасау керек. Яғни бұл ретте әке-шешесінің келісімімен қыз бала және ер бала үйлене алады. Яғни келісімі керек әкесі мен шешесінің. Келесі сұрақ. Егер қыз бала 18-ге толмаса, бірақ екі қабат болып қалса, және жігіт жаңағы қызы тастап кетсе, онда қалай болады? Бұл кезде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекстің 120 бабының 3-1 тармағына сүйенсек болады. Бұл кезде не делінген? Оқып өтейін. Кәмелетке толмаған адамға қатысты жыныстық қатынасқа түссе, яғни зорлау, яғни мәжбүрленушіге немесе басқа адамдарға күш қолдану немесе оны қолдану қатерін төндіріп не жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып жыныстық қатынасқа жасалған зорлық, зомбылық, яғни зорлау. Яғни бұл жерде осы баппен зорлау бабымен жаңағыдай қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Егер әрине қыз арызданса. Бұл кезде қандай жауапкершілікке тартылуы мүмкін? 15 жылдан 17 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауы мүмкін сот. Яғни егер 18-ге толмаса, онда 15 жылдан 18 жылға шейін бас бостандығынан айыруы мүмкін. Осындай қауіп қатер бар. Енді ары қарай, енді 18 жасқа толмаған қыз болсын, одан кейінгі қыздар болсын, мысалға екі қабат болып қалды делік. Екі қабат болғаннан кейін, енді жігіт тастап кеткеннен кейін, аборт жасауға баруы мүмкін қарындастарымыз. Бұл аборт негізі Қазақстан Республикасы заңы бойынша бола ма, болмай ма деген сұраққа жауап берейік. Қазақстан Республикасында ереже бар. Яғни жүктілікті, жасанды үзуді жасаудың тәртібі медициналық және әлеуметтік көрсетілімдерінің, сондай-ақ жүктілік, жасанды үзуді жасауға қарсы көрсетілімдерінің тізбесін бекіту туралы ереже бар. Бұл ереже 2020 жылы 10 қазанда бекітілген, номері 21412. Осы ережеге сәйкес, осы ереженің екінші бабының 1-2 тармағы бар. Сол жерде айтылған, яғни жүктілік кезінде 12 аптаға дейін
дейін әйел адам жаңағыдай аборт жасауға болады екен. Сондай-ақ 12 айға дейін дедім. Мен сондай-ақ жүктілік мерзіміне қарамастан жүкті әйелдің ұрықтың егер ауыратын болса, бір моногенді гендерлік ауру болса, түзетілмейтін туа біткен бір ақаулары болса, яғни баланың өміріне болса, әйелдің өміріне қауіп төнсе, медициналық көрсетілім болса, онда аборт жасалуы мүмкін. Сонымен қатар, егер әлеуметтік көрсетілімдер бойынша жүктілік мерзімі кезінде жүргізіледі, яғни әлеуметтік көрсетілім бойынша егер асырай алмаса деген сияқты әлеуметтік бір жағдай болса, 22 аптаға дейін аборт жасауға болады екен. Әрине масқара, мұнысын естуіңізде мүмкін. Менде бұл заңға кішкене көңілім толмай тұр. Өйткені 12 апта, 22 апта деген ол іштегі плод уже адамға айналған тұр ғой. Былай айтқан адам өлтірумен тең негізі. Бірақ ережемен осындай көрсетіліп қойған екен. Алдында 317 бап бар еді қылмыстық кодексте. Ол жерде аборт жасаған үшін жауапкершілік болатын. Қазір жауапкершілік жоқ. Яғни аборт жасауға болады деп ереже қабылданып. Осы ережеге сәйкес, яғни аборт жасауға мүмкіндік беріп қойған. Қайталап өтейін, мына қылмыстық кодексте, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде бұрындары 317 бабы болатын. Сол бап бойынша аборт жасатуға енді қылмыстық жауапкершілік болған. Қазір қылмыстық жауапкершілік жоқ. Қылмыстық жауапкершілік қай кезде пайда болуы мүмкін? Осы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекс 319 бабында жүктілік жасанды заңсыз жандай аборт жасаса, яғни ол кезде дәрігер, аборт жасаған дәрігер жауап беруі мүмкін. Бұл кезде 2000 айлық есептік көрсеткіште штраф, айыппұл қою мүмкін. Сол мөлшерде түзеу жұмыстарына болуы мүмкін. Не 600 сағатқа дейінгі қоғамдық жұмысқа тартуы мүмкін. 2 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға мүмкін сот арқылы. Яғни сот өзінің қаулысын шығарып, осындай санкция қолдануы әбден мүмкін. Яғни бұл не деген сөз? Аборт бізде осы ережемен бекітіліп, жаңағыдай рұқсат берілген деген сөз. Енді келесі сұраққа көшейік. Бұл кезде сол қыздың, сол жігіттің ата-аналары араласуға құқығы бар ма, жоқ па деген мәселе тұрады. Егер 18-ге толмаса, әрине араласу керек. Бірақ 18-ге толғаннан кейін сол жігіттің үйіне, мысалы, қыз әкесіне айту мүмкін, шешесіне айту мүмкін, осында жағдай болып қалды деп. Көп жағдайда әке шешесі сол жігіттің үйіне барып, жігітті соқпаққа алып, ұрып жығып деген сияқты мәселелер болып жатады. Бұл егер жігіт арыз жазатын болса, сол қыздың әке шешесінің өзіне қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Бұзақылық бабы бойынша. Сондықтан бұл жерде егер бала 18-ге толса, ол жерде барып соқпаққа алудың қажеті жоқ. Себебі ар жағынан арыз түссе, ол да жаңағындай қарсы талап арыз жазып, жаңағындай іс-әрекеттерге баруы мүмкін. Сондықтан ата-ана болсаңыз, және сізге белгілі болса қыздарыңыздың осындай жағдайға түскен, онда бір жігіттің әке-шешесі бар ғой енді, оларда бір тәрбие берген шығар сол жігітке. Солармен сөйлесіп, бір келісімге келуге тырысу керек. Мүмкін үйленер, мүмкін басқашада бір жаңағыдай
материалдық шығын деген сияқты өтеп бере ме білмеймін ғой енді. Сондай бір келісімге келуге тырысу керек. Сондықтан ата-аналар, егер сіздер білсеңіздер, онда баса көктеп жігітті ұрып соқпай, бұл жерде жігіттің әке-шешесімен сөйлесуге тырысу керек, менің ойымша. Сондай жағдай. Біздің енді көп қыздарымыздың осындай жағдайға түсіп атқанына байланысты, қарындастарымыз осындай жағдайға түсіп атқанына байланысты айтып отырмыз. Бұнымен қатар айтатын жайт, егер әйел азаматы екі қабат болып қалса және оның баратын жері жоқ болса, мамалар үйі деген бар. Айдын Рахымбаев, BI групптың директоры, бастығы, основателі арнайы осындай аналарға, осындай қыздарға, яғни жігіті тастап кеткен, күйеуі тастап кеткен, содан кейін баратын жері жоқ, депрессияда жүрген қыздарға, аналарға дом мамы, аналар үйін ашып қойған. Ол аналар үйінде сіз бір жылға дейін тұрып, профессия, сол жерде оқып профессияны меңгеріп алсаңыз болады, бір белгілі профессияны. Сөйтіп аяғыңызға тұрып кетуі мүмкіндігіңіз бар. Ол жерде тек қана материалдық емес, психологиялық та көмек көрсетеді. Негізі бұл кезде көбінесе психологиялық жаңағыдай көмек керек болады. Психологиялық қолдау керек болады. Біз қалай үйретеміз өздеріміздің балаларымызды? Егер сен мұндай жағдайға түсіп қалсаң, сен адам емессің. Сен болашағың жоқ. Құры, көзіңе көрінбе. Не деген масқара. Енді болатын іс болып қойды. Бала дүниеге келсе ештеңе етпейді. Әр келген балаға бәрібір өзінің нәсібі бар. Дұрыс қой. Сондықтан бұл істі енді бір байыппен, оймен асықпай шешуге тырысу керек бұндай істерді. Жалпы сіздерге осы баптарын айтып шықтым, заңға сілтемелері бар. Яғни осы көрсетілген баптарды мен көмекшіме айтайын, осы видеоның астына салып қояды. Сол баптарды тауып өздеріңіз оқып шықсаңыз болады, осы кодекстің ішінен, ереженің ішінен. Осы ақпарат сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Сондықтан келесі ақпаратты біз отбасылыққа байланысты, отбасы жағдайға байланысты айтып отырамыз. Біздің жүйеде біз өзіміз осы отбасыға байланысты осы баланың дүниеге келгеніне бастап, дүниеге келмей тұрып, осы проблемадан бастап, баланың тууы, оның құқығы мен міндеттері, ерлі-зайыптың құқығы мен міндеттері, жалпылама үйлену, үйленгеннен кейін ажырасу, ажырасудан кейін мүлік бөлісу болып жатса, әрине, егер одан кейін адам қайтыс болса, мұра, яғни осы біздің өмірде не қандай пайда болуы мүмкін, құқықтық проблемалар, құқықтық бір кеңес керек болатын болса, осы туралы біз тақырыпты толық ашып айтпақшымыз. Яғни адамның туылғанынан қайтыс болғанға дейінгі отбасылық жағдайда қандай сұрақтар болуы мүмкін заңға қатысты. Осы проект ретінде, жоба ретінде толық айтып шықпақшымыз. Оған әрине 1 жыл кетуі мүмкін, жарты жыл кетуі мүмкін, бірақ осының бәрін толық сіздерге айтып шықпақшымыз. Бұл видео бастамасы. Жалпы 40-қа жуық тақырып дайындап қойдық. Осы іске, осы контекстке байланысты. Соның бәрін сізге айтып жеткізетін боламыз. Енді астына комментарий, лайк басып қойсаңыздар, егер осы ақпарат сізге пайдалы болса, және достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар, яғни бұл проблеманы ешкім айтпайды, бірақ бұл проблема бар. Болғандықтан бұл проблеманың шешу жолдарын заң аясында қандай статьялар бар, баптар ол айтылу керек. Жақсы, сау болыңыздар. Ақ қайыңды қыз құшақтап жылайды, да көздің жасын болайды. 18-ге жаңа
өз